Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да Хиро. Бүгін 9-ші тур турнирімізді ойнадық. Яғни ода болған қызықты жағдайлар көретін боласыздар. Чемпион 40 жігіт ұтып алды. Оны да көресіздер. Чемпионды ақыр жағында. До конца көрейік. Каналға жазылып кетіп, лайк басыңыздар. Артынан кетті жоқ. Артта кім бар еді? Қыпсы өліктігін Редмидің қыпсы өліктігін Скайлер болған екен жағын береді. Зонаға кіріп алмақшы. Безумик таза зона деген мәңгіме жоқ. Сағат позиция жақсы. Енді Редмидік онша емес. Жәнегі мынау Бейлдікі де жақсы. Так. Коряк. Оны ақыр жағына зона секілді. 15 адам безумиктікі көріп жатыр. Безумикті алды. Высыспен жақсы атады екен, әңгіме жоқ.
Так, граната. Білмей. Сен қоймаса болмайды деп отыр. Кімді кім бақылап отыр деген. Опана. Білмей. Ал оттың астына қалып кетті. Быйылдан алған граната жеткізе алмай жатып үйреліп кетпіз ол быйыл. Редми жақсы позицияда қалды. Редми жақсы позицияда қазірше. Так, көрген бақыр жағына қарайтын боламыз. Өте қызықты атыс кетіп отыр. 180 алмазға. Так, быйыл 8-10 кірмесең жағдайың жақсы емес, братчика. Так, өзін қамақ қой. Енді өліп кетпесің бе. Редми жақсы позицияға тұрып алды. Редми. Екеу зонада өледі. Зонада жопса. Бә, красавчик, кім ұтты. Жаңа ат. Құтты болсын бауырым. Әңгіме жоқ, жақсы ойын болды. Бір-бірінен бәрі мықты екен, бір-бірін до конца бақылап тұрды. Байл деген 6 адам өлтірді. Редми